Негізі бір ғана шешім бар, кез келген ситуациядан, кез келген қиындықтан шығаратын, оны біз бәріміз білеміз, бұл түнгі намаз, яғни тахаджүт намазы деп айтылады. Тахаджүт. Бұл 100% орындалатын, дұғаның қабыл болатын уақыт, яғни түнгі намаз. Бұны оқыған адамның иманы әлсіз болуы мүмкін емес. Анамлы адам тұра алмайды, тахаджүт намазына болған иманы күшті адамдар тұрады. Тахаджүт намазынан нәпсісін тыйған адамдар ғана тұра алады. Аллах өзінің құлыменен барлық жатқан кезде өзінің құлыменен тілдеседі. Алла пендесінен сұрайды, саған не керек деп. Сол кезде ол тахаджүт намазын оқығаннан кейін Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауаттар айтып, және де Аллахтың 99 есімдерін зікір айтып отырып, қолын жайып сұрайтын болса, кез келген дұғасын Алла қабыл етеді. Зікірмен, немесе жаңағы Алла Тағаланың 99 көркем есімдерімен Аллахқа мақтау болып, Аллахты ұлықтап жақындаймыз Аллаға. Білесіздер ғой, намазда, рукуфта, сәмиғ Аллаху лиман хамида, раббана ва лакал хамд дейміз ғой. Мағынасын білесіздер ме қандай екен? Аллах Тағала өзін мадақтаған кісіні ғана естиді мағынаны білдіреді. Демек, біз Алланы ұлықтаймыз, Алланы мақтаймыз, Аллаға шүкір етеміз, Аллах бізді естиді. Алладан сұраймыз тоқтамай, Аллах бізді естиді. Аллаға мақтау айтып, я рахман я рахим 3 рет айтып, одан кейін салават айтып, Аллахумма солли аля сайидина Мұхаммад. Я Аллах Тағала, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сенің игілігімен сәлем берекетін болсын деген мағынаны білдіреді. 3 рет айтып болғаннан кейін, ал я рахман я рахимнің мағынасы Аллах Тағала мейірімді Алламын, Аллах Тағала мейірімді шексіз деген мағынаны білдіреді. 3 рет Аллаға мақтау айтып, одан кейін 3 рет пайғамбарға салават айтып, одан кейін Аллахтан не сұрайсыз? Бірінші сұраңыз. Дүниенің, ақыреттің, барлық нәрсені, ақыретті ұмытпаңыз. Ақырет ол біздің келешек, мәңгі сүретін өміріміз. Алладан сұраңыз, барлығын не нәрсе болса да хайырын сұраңыздар. 40 күні бірақ үзілмеу керек. Егер де айлық қонақ кеп қалған кезінде, итеккір кеп қалған кезінде не істейміз? Дәретімізді аламыз, түнде тұрамыз, тахаджүт уақытында, бірақ тахаджүт намазын оқымаймыз. Отырып аламыз да, жай намаздың үстіне отырып аламыз, дәретімізді алып келеміз. Содан кейін Аллахқа тек қана дұға қыламыз, мақтау айтамыз, зікір айтамыз, салават айтамыз. Жаңа дұға бар ғой, Аллахқа мақтау айтып, пайғамбарға салават айтып дұға қыламыз, сол дұғаны айта береміз. Немесе Аллах Тағаланың 99 көркем есімін қайталаңыз. Ұлықтаңыз, Алланы сұраңыз түнде, бірақ өздеріңіз көресіздер. Аллах Тағаланың берекетін, нығметін беріп жатқан кезде, мен тахаджүт намазын оқып жүрген кезімде, кәдімгідей бір Аллах Тағала сізге бір қанат берген секілді болып жүресіздер. Бір жерде жүрген жоқ елестер, андай сезінесіздер соны. Неге десеңіз, тахаджүт намазын оқыған адамды ол үйден шығатын болса, қалаған жеріне барып келгенше ол жерді баспайды екен. Періштелер қанатын жайды екен ағасына. Періштелердің қанатымен жүргеннен кейін ол күнәсі ме ол адам? Күнә ести ма? Күнә нәрсені айта ма? Немесе жей ма? Немесе бара ма? Немесе кие ма? Немесе ойлана ма? Жоқ. Ол періштелердің қанатымен жүргеннен кейін ол адам күнә істемейді, оған мынандай кішкентай күнәнің өзі мынандай дәу көрінеді. Барлық адамда проблемалар бар, сондықтан тахаджүт намазына 40 күн оқыңыз. Қалай тұрамын десеңіздер, телефоныңызға шошып оятатындай мектептің звоны оқымайсыз, сиренадама қойып қойыңыз. Сөйтіңізді бақытып қойып қоясыз, звугын телефоныңызды қасыңызда қоймайсыз, анау жерге түсіне қойып қоясыз. Аяттар көрсетіп оқып, сүбәнердің үстіне қойып қоясыз. Бар тұрам дегенше оянып кетесіз. Одан кейін аяттар көрсетіп оқып, түнде ниет қылып, ертерек жатуға тырысыңыз. Иншалла тұрасыз. Таһажуд намазын бастаған кезінде неше түрлі сынақ келеді, ол басында ғана.